Сибирнің улуг хушат маргаларының финалы пүл Ағбандағы ипподромда иртер. Анда улуг спорт байрамына өнетін пресс-конференция чардылған. Хакасия газетінің редакциясында хабаржыларының тоғасқандар Ағбандағы ипподромның ұстолжазы Владимир Гоферберг, Атчаразы Федерациясының вице-президенті Николай Кайманов, база шугуржан қатар әзі Иван Мендебеков. По маргаларны Ағбанда пөлсіктенде иртерге прай оңдайлар бар. Атыр шугуржан жолар қарға да, наңмырға да келебестер. Шир шаяның хазыр көзілі Атчаразына қары болпарарға алебыз. Синоптиктердің ескеренің Сибирге 3 сентябрьді жақсы күн тұрары көрілші. Сибирдің ұлы Хуршанда Алтай паза Қызылжар крайларының, Омск паза Кемеров областарының, Хакас республиканың паза Казахстанның иң таламы атары арылызар. Өдек чарас жолына Москвадағы аттырзығар. Хакас республикадағы аттырны Россияда немес басқа да ханыр жерлерінде жақсы пішчелер. Иван Мендебековтың аттары пүл оға пөз кішейдігілер көзітші. Москвада Адам Натан Тюрчастық ұтпалған призги дейці. Шарысты келгенер прай Россияның мағыт аттыр. Он отборочный болған, он ат выступать болған. Вот менің Адам анды ұтпалған аттырды. Мынды Сибирский кругта, менің Орловец, Корифей, прай Тюрт город Красноярскада, Новосибирскада, Барнаулда, Омскта, прайшы ұтпалған первое место алған. Сибирдің ұлы құша марғаларының финалында Иван Мендебековтың 6 ады арылызыр. Атыр әзі білтістік шеңістің әрлі сақытшы. Жаның ар азынада жоқтерға азыныстығы. Атчаразы Сибирге 3 сентябрьде 12 жаста басталар.